Қайырлы күн, ханымдар. Бүгін егде жастағы ханымдардың бет күтімі жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Жасыңыздың 50-ден асқаны сіздің қартайғандығыңызды білдірмейді. Өркениетті елдердің барлығында 55-60 жастан асқан әйелдер қызмет жасайды, саяхаттайды, бос уақыттарын белсенді өткізіп, өз-өзіне күтім жасайды. Неге олай жасамасқа? Ең бастысы дұрыс күтім жасай білу. Ол үшін келесідей қағидаларды басты назарда ұстаңыз. Сонда ғана әдемі қалпыңызды ұзағырақ сақтап қаласыз. Ең бірінші, әдеттегідей күніне 2 рет тазалау құралдарымен мұқият жуыныңыз. Гелмен немесе муспен, көбікшемен жуынып болған соң, таңертең тоникпен не мұз текшелермен сергітеміз, ал кешке лосьонмен сүртеміз. Тоник лосьондарды үй жағдайында жасап алу жөнінде арнамыздағы арнайы видеолардан көре аласыздар. Сары суды бұрын қолдансаңыз тіпті жақсы, ал бұрын жақпаған болсаңыз міндетті түрде жағып бастаңыз. Келесі қағида: жас ұлғайған сайын көз айналасына ерекше көңіл бөліңіз. Көз айналасына арналған кремдерді массаж қозғалысымен қолданыңыз. Мойын және төс аймағына да үлкен мән беріңіз. Мойын терісі ешқашан майлы болмайды. Сондықтан мойын терісі үшін тек құрғақ терге немесе мойынға арналған кремдер жағыңыз. 50 жастан кейін күндізгі және түнгі кремдерді міндетті түрде қолданыңыз. Себебі тәуліктің әр кезеңінде теріде әртүрлі қажеттіліктер болады. Мысалы, күндізгі кремде қорғайтын, ылғалдандыратын церамид болса, кешкі кремде ретинол болады, яғни нәрлендіреді. Келесі басты қағиданың бірі: сыртқы факторлардан мейлінше қорғаныңыз. Қыстағы аяз күндері су негізіндегі ылғалдандыратын кремді пайдаланбаған жөн. Себебі су төменгі температурада кристалданып, теріге зақым келеді. Ылғалдандыратын кремді кешке үй процедураларынан соң жағуға болады. Ал жаз мезгілінде күңгірттік беретін әсері жоқ кремді қолданыңыз. Күндіз бет терісін термальды сумен ылғалдандырып тұрыңыз. Біркелкі ашық тері түсі жасартып көрсетеді. Сондықтан BB крем жағып жүріңіз. Мұндай кремдер тері өңін тегістейді, тонусын жақсартады, қорғаныс бола алады. Тері қартаюының алдын алатын маңызды факторлардың бірі дұрыс тамақтану. Газдалған сусындар мен тұздалған тағамдар және қантты шектеу керек. Олардың орнына жемістер мен көкөністер және сүт өнімдерін мол тұтыныңыз. Белсенді активтендірілген қоспалар мен дәрумендер ішіңіз. Сондай-ақ алкоголь мен шылымды мүлде қолданбаңыз. Күнделікті жаттығулар жасауда қан айналымын жақсартып, бұлшықеттердің тонусын арттырады. Сонымен қатар массаж жасауда кез келген жаста үлкен нәтижеге жеткізеді. Массаж теріні кір мен токсиндерден тазартып, қан айналымын реттейді. Массаж арқылы бет контурын айшықтауға, әжімдерден құтылуға болады. Және ең соңғы қағида: үй жағдайында пилинг пен маскалар жасап тұру. Аптасына 3-4 рет қартаюға қарсы және нәрлендіретін маскалар жасап жүрсеңіз, бет терісі тартылып, өңін жақсартады. Енді осындай маскалардың бірнеше түрін қарастырайық. Егде жастағы тері үшін ең бастысы теріні тарту. Сондықтан желатиннен, крахмалмен және ақуыздан жасалатын маскалар тиімді. Бірінші, желатиннен жасалатын масканы қарастырайық. 5 грамм желатин ұнтағына 30 мг минералды газсыз суды құйып, ісінгенше күтеміз. Содан соң су ваннасында ерітіп 10 грамм сары май немесе өсімдік майын және 60 мг сүтті қосып араластырамыз. Бетке 20 минутқа жағып қоямыз. Желатиннен жасалған маскаларды бірден жууға болмайды. Алдымен бетті сәл уақытқа су ваннасында ұстаңыз. Желатин жібейді, сосын жуып тастаңыз. Теріні тартып лифтинг эффект беретін келесі маска жұмыртқаның ақуызы мен сұлы қауызынан жасалады. Ол үшін жұмыртқаның бір ақуызы мен ұнтақталған бір ас қасық сұлы қауызы керек. Екеуін араластырып, таза бет терісіне қалыңдау етіп жағамыз. Толық сіңгенше ұстаймыз да, сәлден соң мицеллярлық суға немесе лосьонға малынған мақта дискісімен сүртіп тастаймыз. Келесі масканы крахмалдан жасаймыз. Крахмал да бетті қоректендіріп, әжімдерді тартады. Бірақ бетіңізде уақытша жаралар мен бөртпелер болса, крахмалдан жасалған масканы кейінге қалдыра тұрыңыз. Крахмалдан жасалатын маскаларды аптасына 2 рет 1-2 ай көлемінде жасасаңыз, жақсы нәтиже көресіз. Ботокс эффект беретін банан қосылған масканы жасау үшін 1 ас қасық банан езбесіне 1 ас қасық крахмал, 1 ас қасық қаймақ қосамыз. Әбден араластырып 15 минутқа жағып қоямыз. Бөлме температурасындағы сумен жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз.
Егде жастағы сезімтал тері үшін крахмалдан дайындалған сумен бет жууға да болады. Біраз қасық крахмалды 1 литр бөлме температурасындағы қайнаған суға араластырамыз. Бұл қоспамен бетті жуып болған соң таза сумен шайып тастайсыз. Әрдайым әдемі де сұлу болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.